Бәріңе сәлемсіздер, және менің артыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода достармен жаңа рубрика ашқым келеді. Бұл рубриканың тақырыбы Қытайдан келген посылкалар деп аталады, яғни маған Алиэкспресс сайтынан посылкалар келеді. Мен енді осы жаңа рубрикада сіздерге соларды ашып көрсететін боламын. Және бүгін мен сіздерге мына бір посылканы ашып көрсеткім келеді. Бұл жерде жазулар анық емес. Бірақ бұның ішінде не бар екендігін мен білемін. Бұның ішінде формасынан да білуге болады. Сонымен келген. Және бұның да бағасын ұмытып қалдым. Бірақ оны экранға шығаратын боламын. Оның қанша күнде келгендігін мен білмеймін. Бұның ішінде достар менде мындай бір ободок. Мен оны бұрындары заказ бергенмін. Енді еліп тұр. Кәдімгідей еш жері сынбаған. Ішінде мындай немен қоршалған. Мен бұны біраз бұрын заказать еткен болатын бұрындар яғни. Және ол маған енді келіп тұр. Еш жері сынбаған. Жақсы качествосы күшті деуге болады. Мындай ұштарындай. Кәдімгідей сынбаған, өте күшті качествосы. Достар, мен сіздерге келесі көрсететін затым ол мындай сағат. Бұл да тоже Алиэкспресс сайтынан келген, бірақ мен оның қағазын ашып лақтыртсам болатын. Және менде мындай сағат. Кәдімгідей. Бұның бағасын да ұмытып қалыптым, экранға шығаратын боламын. Және бұның да тоже қанша айда келгендігін мен білмеймін. Және кәдімгідей қарапайым, мына жері айнаға ұқсайды. Яғни көруге болады. Мен қолым көрініп тұр. Кәдімгідей мұның екі жағында жылтырлағы бар. Мұндай кәдімгідей бауы жақсы ұстайды. Бұл менде біраздан бері бар. Бауымдай еш жері де сынбаған, еш жері де жыртылмаған. Өте жақсы качествосы және де арзан бағаға. Маған өте қатты ұнады. Достар, мінекей осымен мен бүгінгі видеом аяқталды. Мен сіздерге бүгін екі ғана затты көрсеттім. Келесі видеода тағы да келген посылкаларды ашып көрсететін боламын. Және де ұнаса лайк басыңыздар, менің артыма жазылып кетіңіздер. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.